Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге өте қуанышты хабарды жеткізгелі отырмыз. Назарларыңыз бізде болсын. Енді бұдан кейін шетелден көшіп келген қандастардың баспана сатып алуы, яғни үй сатып алу үшін ақшалай көмек берілетін болды. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 24 ақпандағы бұйрығымен отандастарды ерікті түрде көшіру қағидаларына өзгерістер енгізілді. Өңірлік комиссия жыл сайын 15 қаңтарға дейін қандастарменен көшіп келгендерді қоныстандыру үшін елді мекендердің тізбесін қарайды. Өңір аралық қоныс аудару шеңберінде тұрғылықты жерге келгеннен кейін қандастар мен олардың отбасы мүшелеріне материалдық көмек төленеді. Оларға ұлттық банк бекіткен ипотекалық бағдарлама немесе мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары шеңберінде тұрғын үй сатып алу, салу немесе ипотека бойынша бастапқы жарна үшін ақшалай төлем экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі. Экономикалық ұтқырлық сертификаты қандастар мен қоныс аударушыларға тұрғын үй сатып алу кезінде беріледі. Ақшалай төлем алу үшін халықты жұмыспен қамту орталықтарына өтініш беріп, қажетті құжаттарды жинау керек. Бұнда айтып отырған қажетті құжаттар төмендегідей бірнеше түрлі. Біріншісі, үй сатып алу, сату шарты. Яғни үй сатып алған кезде түзетін договор деген сөз. Екіншісі, екінші деңгейдегі банктің тұрғын үй қарызын беруді мақұлдағанын растайтын құжат. Үшіншісі, тұрғын үй салу кезінде қандастың немесе қоныс аударушының меншігінде болуға тиісті жер учаскесінің болуын растайтын құжат. Халықты жұмыспен қамту орталықтары 3 жұмыс күні ішінде оны қарайды. Экономикалық ұтқырлық сертификаты бойынша ақшалай төлем беру туралы себептерін негіздей отырып шешім шығарады. Ал енді бұл бұйрық 2023 жылғы 13 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі. Сондықтан шетелден қоныс аударып келген қандастар үшін бұдан кейін мемлекетіміз олардың баспана сатып алу үшін және басқалай тұрмыс тіршілік үшін көптеген қаржылай көмек берілетін болды. Біздің енді осы қуанышты хабарымызды сіздер жан-жаққа таратыңыздар, туыстарыңызға, шетелден келген қандастарға жеткізіп отырыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.